Welcome back to the final Ары қарай masterclass of соңғы today. мастер-классымызға қош келдіңіздер деп We are айтқым grateful to келеді. Forum Social Partners, Біз Samruk форумның Kazina, Trust Social серіктесі Development Самұрық Foundation, қазынаға these алғысымызды masterclasses. білдіргіміз келеді. So, the final masterclass Сонымен is going to be соңғы presented by Olga мастер-класс Sharatuta. спикері Ольга She is Шаратута. executive head of Ольга Redmi, Шаратута an intellectual volunteer in Redmi Russia, and is a басшысы trendsetter және in Ресейдегі social and cause интеллектуалды marketing in Russia, волонтер, Europe and Asia. ерікті. In Ол 2018, Ресейде, Азияда she жұмыс conceived істейді. the idea for 2018 жылы Russia's Redmi first агенттігінің cause негізін marketing салды. The agency is part of the RCG group. Және осы агенттік RCG групптың құрамында 7 жыл бойы бизнесті дамытуға көңіл бөлген. Redmi'дің негізгі миссиясы қоғамды әлеуметтік тұрғыдан бейімделген қылу, ұйымдар, коммерциялық емес ұйымдар, үкіметтер және бизнестің арасындағы өзара пайдалы шешімдерді қабылдау үшін сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бағдарламамызды біз аяқтаймыз және мен жұмысымды бастамас бұрын осы сессияда отырғандарға, онлайнда отырғандарға айтқым келеді. Орындарыңыздан тұрып, міндетті түрде сіздер орындарыңызда өте көп отырып қалдыңыздар және қолдарыңызды көтеріп кішкене созылуларыңызға болады. Өзіміздің денемізді кішкене сергітейік. Әлеуметтік тұрғыдан бағдарланған маркетинг, әлеуметтік маркетинг дегеніміз менің қызығушылығым және кәсіби дамуымның саласы деп айтуға болады көп жылдар бойы. Және мен өзімнің баяндамамның тақырыбын анықтаған кезде мен жалпылама коммерциялық емес ұйымдардың күн тәртібіне жүгіндім. Ресейде және Ресейге көршілес елдерде. Мен зияткерлік ерікті ретінде өзімнің біліммен, өзімнің тәжірибеммен нарықта бөлісемін. Үкіметтік емес ұйымдарға осы шексіз ақпараттық ұшу дәуірінде қалай табысқа жетуге болады. Өйткені біз осы ақпараттық ағынның ішіндегі шудан өзімізді бой көтеріп көрсетуіміз қана керек. Әртүрлі коммерциялық бренд, әртүрлі адамдар, әртүрлі бақтардың ақпараты арасында өзіңе назар аударту өте қиын. Және жай ғана назар аудартып қана қоймай, нысаналық аудиторияға берген ақпаратымыз біздің мақсатымызға қол жеткізетіндей не істеуге болады. Және біз бүгін сол туралы айтамыз. Әлеуметтік бағдарланған маркетинг пен әлеуметтік маркетингтің айырмашылығы неде? Тиімді маркетинг пен тиімсіз маркетингтің айырмашылығы неде? Және үкіметтік емес ұйым басқа ұйыммен бірлесе отырып қайырымды бір іс жасағысы келсе, әрине ол өте тиімді болады. Менің баяндамамның мақсаты мынадай. Осы дәрісті естіген әрбір адам, ол коммерциялық ұйым болса да, коммерциялық емес ұйым болса да, белгілі бір бренд немесе медиа құрылым болса да, сіздің серіктестік қарым-қатынастарыңыз қандай, осы корпоративтік қарым-қатынастар қандай, соны анықтау керек, әлеуметтік проблемалар қандай, жеке бренд бойынша жалғастырайық. Ничто так не вдохновляет, как история, основанная на реальных событиях. Лично я тарихи бір жайттар мен жағдайлар. Мен өзімнің кәсіби мансабымды, өзімнің жұмысымды маған ықпал ететін, мені ынталандыратын хабарлар, әңгімелер басқаларға да
не только изменить қолжетімді свое болсын отношение және или свое әлемді поведение к той или қоғамды иной проблематике, өзгертсін. но и Олар да осы сделать жайтты так, чтобы мы естіп, могли осы все сообща жағдайларды решать наши, естіп, проблемы на оларды уровне да первопричин, а не последствий. олардың себептері И толғандырсын вот если деген на секундочку отвлечься жұмыс от, жүргіздім. Енді нашей бір темы, да, мезетке сегодняшней бұл непосредственной, тақырыпты просто перейти в нашу ұмытып, такую регулярную басқа ежедневную жизнь. Вот күнделікті задайте себе вопрос, как өмірге часто вам приходилось выбрать какой-нибудь фильм для просмотра? салсақ, Скорее всего, бір когда такая киноны задача стоит перед нами, мы көрген кезде обращаемся қалай к таңдайсыз? рейтингам. Да? Есть Көбінесе всевозможные рейтингке платформы, на которых әртүрлі выбор, платформаларға, алаңдарға осуществлен қарайсыз, многочисленной иә? аудиторией, она подсказывает нам, какие фильмы Аудитория ол находятся в фильмдерді топе. бұрын Кто-то көрген предпочитает адамдар более, ол кино жақсы ма, высокие жаман ба, баллы, кто-то біреу формирует свои жоғары балл отношения қояды, на біреу основе, төмен балл қояды. рейтинга, скажем так, подлежащего еще критике и обсуждению. Бір Кто-то, сын возможно, как и айтады, я, у себя в немесе заметках мысалы мен хранит целый список рекомендованных өзімнің бір тізімім фильмов бар. от наших близких, от наших знакомых. Менің и сам таныстарым, добавляет жақындарым дополнительную, маған дополнительный такой кеңес отсев, берген, да, көр того деп, контента, ақыл берген который мы планируем к просмотру. фильмдер тізімі бар. В любом Өстіп, случае, мен өзімнің абсолютное контентімді большинство людей таңдаймын. сталкивается Кез келген с адамдар, такой задачей, кез как келген осуществить выбор контента на адам основе өзіне уже сделанного контент выбора таңдайды. кем-то. И Ол контентті действительно, алдын ала сегодня, басқа біреу стоит дайындап қойған, отметить, таңдап что қойған. баснословные, Және просто өте огромные көп, космические бюджеты өте көп қаржы направляются создателями контента на завоевание нашего сол внимания, біздің на продвижение, на выделение этого контента назарымызды среди, аударту үшін прочих сол участников, контентті среди басқалардың прочих арасынан создателей біз контента. көруіміз үшін, И таңдауымыз так, үшін некоммерческим организациям, которые жұмсайды. находятся Және в коммерциялық постоянном состоянии ограниченных ұйымдар, ресурсов, мекемелер, сделать так, чтобы олардың их контент, ресурстары, қаржылары выделился шектеулі и болады. обратил внимание нужной Бірақ аудитории. оған қарамастан өздерінің контенті бәріне Знаете, очень белгілі часто болса екен деген создатели қалаулары болады. различных Және проектов говорят, вот мы хотим, чтобы нас все әртүрлі писали, жобалардың чтобы мы были во всех ведущих авторлары СМИ, бізді чтобы все бәрі говорили о біз туралы нашем жазса проекте, екен, в біздің нашем жоба проекте, и зачастую туралы это көп удается. ақпарат шықса Однако, екен деп қалайды. я Және могу с көбінесе уверенностью ол заявить, қолдарынан именно из келеді того, дегенмен, что менің общаюсь с айтайын создателями дегенім, таких сондай проектов, и мы в жобаларды агентстве жасаушылармен, всего жоба своего құрушылармен существования занимаемся созданием подобных тығыз проектов. Шумиха не всегда определяет жұмыс істеп достижение жүргендіктен того самого айтайын результата, дегенім, который вы ондай ожидаете. шу И в чем подвох? Почему так қашан да получается? жақсы емес. Какие Неге? допускают ошибки Қандай қате бар? организации, партнеры? Мекемелердің, Каким образом, серіктестердің, на каких этапах әріптестердің можно их қандай отследить, чтобы сократить такие қателіктері бар. случаи? Және Ведь сол хочется, чтобы было қателіктерді больше на рынке болдырмау жолдары. бенчмарков, о Өйткені которых знал не бенчмарк только город, не нарығында только отдельная страна, мысалы, но и на тек қана международной бір арене қала, такие мемлекет емес, решения завоевывали халықаралық внимание. деңгейде И көрінсе когда мы екен. распаковываем этот Және проект на біз детали, на сол ДНК, жобаны рассматриваем, ашқан кезде, на какие цели ДНК он был направлен, деталь какие ретінде инструменты ашқан были кезде выбраны. қандай Хочется видеть в этом всем логику, красоту и эффективность. құралдар пайдаланды, аны көргіміз келсе, Но, бір логиканы говорить және про тиімділікті эффективность, көргіміз келеді. если она Сол не измерена тиімділікті участниками проекта, қалай или в принципе там на берегу партнеры не өлшеуге договорились о болады. том, а по каким Егерде показателям мы будем измерять серіктестер эффективность алдын ала нашего проекта. жоба И тиімділігін эффективность, өлшеудің она, в принципе, тәсілін характеризует, алдын ала она, в принципе, келісіп алмаса. характеризует масштаб того, каким образом мы достигли цели. Но если речь идет мақсатқа о жеттік па? коллаборациях бизнеса Егер ол и коммерческих коллаборация болса, организаций, немесе бизнес, медийного коммерциялық партнера ұйымдардың, и агентства, медиалық например, партнердің, как немесе убедиться в том, агенттіктің что цели каждой из стороны жобасы болса, понятны друг другу, и они вместе әр между собой тарап дружат. өз Об этом тоже мы мақсатына будем сегодня жеткенін говорить. қалай өлшеуге болады, қалай Когда я анықтауға начинала болады. свою деятельность, Мен я өз жұмысымды задала себе бастаған вопрос, кезде а как өзіме правильно келесі сұрақ қойдым. реализовывать социальные проекты? Әлеуметтік И так как жобаларды сфера моей деятельности іске тесно асырудың сопряжена с дұрыс жолы маркетингом, то не? речь шла, Менің безусловно, о всех тех жұмысым проектах, маркетингпен тығыз публичных, байланысты представленных болғандықтан, на рынке, да, которые әртүрлі обсуждаются қоғамдық, широкой аудиторией.
И данный тренд в направлении аудитория разработки талқылайтын и продвижения подобных жобалар проектов және привел мәселелер меня к болатын. следующему выводу, что далеко не Нәтижесінде все келесі создатели ұйғарым проектов жасадым. задумываются о том, Жоба каким образом проект работает на конечную жасайтын цель. Ведь в адамдар случае социального жобаның авторлары маркетинга, в көбінесе случае реализации своей сол основной жоба деятельности өнімін гражданскими активистами, пайдаланатын некоммерческими соңғы организациями, важно тұтынушы, задумываться о том, қолданушы а каким образом туралы наше ұмытып действие кетеді. Оны побудит к ескермейді. изменениям Менің әрекетім ситуации, в которой мы работаем бір в обществе, к лучшему. жағдайдың өзгеруіне қалай ықпал етеді, немесе әлеуметтік ықпал, әлеуметтік өзгеріс. Мына слайдқа қарасаңыз, бір әрекеттің өзгеруі, бір құбылыстың өзгеруі, жағымды өзгеруі, қоғамдағы жағымды өзгеріс. Жоба жасалды. Ол жоба жасалудың себебі қоғамда бір жағымды өзгерістің болуы. Оны жоба аяқтала салысымен өлшеуге, көруге, анықтауға болмайды. Бірақ әлеуметтік нәтижелерді, статус, отношения, мәртебесі, поведение, қарым-қатынасы, людей, әрекеті, да, или там, если это экологические қалай проекты, өзгерді, мысалы ол скажем так, экологиялық остановки на жоба болса, на экологическом қалай поприще, өзгерді каким образом адамдардың изменилось жүріс-тұрысы, положение, отношение, поведение жағдай, благополучателей в отношении той или адамдардың иной проблемы. қарым-қатынасы, В отличие сезімі, сол от мәселеге деген непосредственных результатов, что өздерінің предшествует жеке социальным көзқарасы қалай результатам, өзгерді. социальные результаты измеряются не только нәтиже за счет тек қана маркетинговых показателей. маркетинг Социальные көрсеткіштері результаты, арқылы ғана они, өлшенбейді. выражаются Әлеуметтік в нәтиже качественном выражении, в качественном сапалы изменении өлшемі той болады. проблематики, с которой вы Сол работаете. проблеманың сапалы өлшемі. Непосредственные результаты – это Тікелей нәтиже это все те, чаще всего, количественные показатели, көбінесе которые мы сандық видим по результату өлшемдер, проекта, по его сандық окончанию. көрсеткіштер. Ну, Жоба самые там аяқталды, распространенные примеры, да, ең количество публикаций, которое вышло в СМИ, жиі количество қолданатыны комментариев, которые қанша мақала оставили шықты бақ люди құралдарында, под тем или иным проектом, қанша комментарий количество жазылды, шеров, қанша рет количеством шер болды, всевозможных қанша рет мероприятий, да, которые провели в рамках шара программы. өтті сол жобаға қатысты. Возможно, в рамках вашей деятельности, сіздің которую вы реализовали жұмысыңыз в том или аясында, ином жұмысыңыздың проекте, аясында вы выступали сіз в бір коллаборации, например, бір коллаборация, бизнес и некоммерческая организация, бизнес және совместная коммерциялық деятельность, емес то бишь то, мекеме каким арасында бір образом серіктестік совместно коллаборация вот эти орын алған ресурсы, шығар. да, бизнеса и Бірлескен некоммерческой организации, двух бизнестің параллельных және разных коммерциялық миров, ұйымның ресурстары каким қалай образом они были біріктірілді, соединены, қалай и что біріктірілді конкретно собой және представлял проект. И сегодня мы жоба будем с вами не рассматривать кейсы, болды. будем Сол анализировать, что кейстерді являлось бүгін результатом қарастырамыз деятельности. және И ресурсы, нәтижесі да, қандай то бишь, болғанын қараса. чем Және мы ресурстар, обладаем? бізде не бар, Ресурсы — это қолымызда далеко не не бар. всегда только Ресурс деньги. дегеніміз Это и наша қашанда экспертиза, ақша емес, это бұл біздің и наши эксперттік біліміміз, біздің непосредственные всевозможные әртүрлі платформы алаңдарды интеллектуального труда, продукты, қойдаланымыз, которыми мы обладаем, әртүрлі технологии и так интеллектуалды далее. өнім, И әртүрлі каждый раз, біз когда білетін вы пайдаланатын задумываетесь о технологиялар, реализации или об анализе эффективности своей деятельности, өзіңіздің обратите внимание әрекетіңізді жүзеге на асыру эту кезінде немесе цепочку сол и жүзеге ответьте себе на асқан вопрос, а әрекетті действительно талдау ли мы кезінде по осы результатам того тізбекке проекта, в көңіл котором так бөліңіз. кропотливо работали, Бір жоба пришли к тем социальным жүзеге эффектам, асырылды. социальным результатам, Әлеуметтік которые өзгеріс перед орын собой алды ставили қоғамда. цель. Сол достигнуть. әлеуметтік По моему өзгеріс опыту, өлшенді на ма? сегодняшний Менің момент тәжірибеме доля сүйенсем, организаций, которые бүгінгі задумываются об таңда этом на берегу, осыны ставят перед ау собой баста, жоба показатели, басталмастан еще их бұрын анықтап оцифровывают, алатын их значительно меньше, чем мекемелер остальных, және оны то только по цифрлы завершению түрде проекта смотрят на түсінетін то, что мекемелер вышло, и өте говорят, аз. «Ах, да, ну Көбінесе ничего, жоба зато мы аяқталады, получили жоба аяқталғанда вот нәтижесі такие болады. показатели». Нәтижесі Такая осындай болды вот екен ғой, сегодняшняя көрсеткішесі осы ситуация. екен ғой Я деп жоба вас аяқталған хочу кезде ғана предостеречь об түсініп этом, и, жатады. пожалуйста, Оның бәрі басында задумывайтесь жоба об этом, басталмастан бұрын о анықталуы получении эффекта на қажет. берегу. Өйткені И давайте посмотрим жобаны первый іске кейс, асырудың, обратим жүзеге внимание. асырудың мәні нәтижеге жету. Сол нәтижені алдын ала анықтап алу керек.
Я не понимаю, как мышка может съесть слона. Мен тышқан пілді жейді Ребят, дегенді у нас түсінбеймін. сегодня новый человек появился в нашей труппе. Ее Біздің зовут Маша. труппамызда жаңа Мне адам 19 бар. лет. Маша, Я мен мечтаю, 19 что я жастамын. наконец-то стала Мен актрисой. актриса Ну, болғым может, келеді. получится, не получится. Мне Мүмкін немного стало жолым болар, страшно. мүмкін жолым болмас. Ребят, Біраз какие-то қорқыныш пен немного үрей де странные бар. какие-то. Кейбіреулері бір түрлі Магнит, ты аттарды айтып жатыр. У меня для вас очень важные новости. Сіздерге бір жаңалығым Нас бар. пригласили с Бізді спектаклем приехать в Женеву и вести Женеваға программу Дворца шақырды. наций ООН. Біріккен ұлттар ұйымының алдында спектакль Когда я қоямыз. волнуюсь, я Мен прячусь қобал от жаған камней. кезде мен Маша, пожалуйста, тығыламда просто сделай тас один болып шаг. қатып Я қаламын. не Маша могу. бір Давай қадам я сейчас жасам. выйду и всем скажу, что из-за тебя спектакль нет. Онда мен Давай. шығып енді осы адамның Всё кесірінен началось спектакль болмайды деп разваливаться на айтайын. глазах. Бәрі құлдырай бастады. Вашему вниманию был жаңа ғана представлен небольшой сіздердің такой тизер назарыңызға документального ұсынған кино. қысқаша Это тизер такая бұл романтическая деректі даже комедия, фильмнен да, үзінді бір которая была романтикалық создана, комедия. Керек десеңіз, командой взаимодействия, бұны фондом синдрома любви и при поддержке тех махаббат партнеров, синдромы которые деген видели на слайде. қордың И сегодня мы әріптестермен, наблюдаем басқа да тренд, что всё серіктестермен больше бірлесе социальных жасалған проблематик жобасы. в медиа раскрывается через көптеген документальные фильмы и в России в том числе. әлеуметтік Всё мәселелер больше қазіргі создатели заманда проектов деректі пытаются донести, фильмдер арқылы изменить отношения, призвать широкую аудиторию, обратить внимание қоғамға на тех людей, на людей с осындай различными адамдар бар, особенностями, которые осындай вокруг әртүрлі нас, и, быть айырмашылықтары может, бізден вы непосредственно сами тесно, ежедневно соприкасаетесь мүмкін и живете күнделікті с людьми с өмірде особенностями, и вы көріп знаете все те жүрген проблематики, мүмкіндігі все те шектеулі сложности, с которыми немесе сталкиваются бір люди, қиындықтары когда бар они выходят адамдарды на улицу, да, когда они көретін соприкасаются шығарсыз. всей Олар той көшеге шыққан низкой кезде инклюзивностью, низким инклюзияның төмендігін принятием, көреміз. да, Оларды уровнем көбісі принятия қабылдамайды. Мына общества қабылдау таких людей. деңгейі Подобные қоғамның проекты, сол подобные адамдарды қабылдау коммуникационные деңгейі әлі решения, де подобные төмен. Сондықтан медийные осындай жобалар, продукты, осындай они, медиалық конечно же, өнімдер меняют отношение общества. қоғамның И когда создатели проекта рассказали о том, что более 6 қарым-қатынасын миллионов людей өзгертеді. увидели это 6 кино, миллионнан и по астам, результатам 6 их миллионнан исследования астам они адам увидели, осы что те люди, киноны которые посмотрели көріп, фильм, қарап, заявляют о киноны том, что көрген адамдар, они для көрермендер, себя біз изменили өзіміз отношение к үшін людям с бір синдромом Дауна, они поняли, что мы гораздо қорытынды шығардық. больше Даун похожи друг с синдромы другом. бар Они тоже влюбляются, они тоже адамдар да смеются, бір-біріне обижаются, ғашық у них тоже болады, есть мечты, бір-біріне планы и так далее. И вот через жұмысы такую болады, легкую арманы болады, форму, жоспарлары через такой болады. ненавязчивый Дәл біз прием, сияқты через создание деген подобных өзімізге проектов, түсінік конечно қалыптастырдық же, деген екен. очень круто, Дәл у нас, осындай очень эффективно жобалар арқылы удается некоммерческим тиімді түрде организациям үкіметтік емес взаимодействовать с ұйымдар, широкой коммерциялық аудиторией, емес и я ұйымдар рада, что таких проектов становится аудиториямен всё больше. осындай Необходимо жақсы стремиться к байланыс социальному құралады. эффекту через Әлеуметтік социальную коммуникацию, в самих эффект, коммуникациях. әлеуметтік Если мы вспоминаем цепочку, да, которую мы с вами рассматривали, ықпал дегеніміз, социальный эффект, как правило, әлеуметтік рассматривается, эффект что это көбінесе результат бұл основной деятельности тізбекке фонда, бөлінген да, или бірнеше социального бөлімнен тұратын предпринимателя, әрекет. благополучателя. Мысалы, То есть каким әлеуметтік образом непосредственно вся кәсіпкер бар. деятельность Әлеуметтік кәсіпкер организации бір меняет, әрекетті жұмысты ситуацию бастайды. в обществе. Ол Но жұмыс слово, аяқталған коммуникация, кезде проект, который жағымды создаёт, нәтиже он сам шығу по себе керек. может Бірақ коммуникация, менять это жоба отношение, это деген поведение и производить сөз те сол самые, қоғамның перемены в қабылдауын, обществе. қоғамның Поэтому мы, қарым-қатынасын, қоғамның разрабатываем те или иные көзқарасын решения, работаем өзгерте над алады. тем или иным Сондықтан брифом любого біз уровня сложности. кез келген Задаемся вопрос, а какая должна быть вербалика? А какой должен жобаны быть қарастырған сборник? кезде Каким қандай должно быть ключевое вербалика болушы сообщение керек, на какую целевую аудиторию, маңызды чтобы мы негізгі не хабарламасы просто қандай болу обратили на керек, себя бұны внимание, біз а в қандай момент, аудиторияға когда мы обратили ұсынамыз, внимание, олар уже бізге продвинули аудиторию көңіл бөлген на кезде, следующий біздің өнімімізді уровень көрген кезде, взаимодействия с той или иной сол проблематикой. аудиториямен И осы мәселе давайте бойынша посмотрим, келесі деңгейге шығу жолын с іздеуіміз вами, керек. Ал еще енді один кейс, сіздермен тағы но бір прежде кейсті чем я қарастырайық, его покажу, бірақ оны хочу, көрсетпестен бұрын
ответить на Сіздерге- вопрос, который сама себе Сіздердің же мен өзіме задавала, өзім қойған сұраққа жауап развивая бергім в России келеді. первое, Ресейде агентство социально-ориентированного маркетинга, которое специализируется әлеуметтік исключительно на маркетингке данном виде бағытталған услуг. агенттікті И мы жұмысын задали себе бастаған вопрос с кезде командой, а Ресейде действительно мен ли өзіме келесі сұрақ призма қойдым. анализа Шынында и да призма, осы талдау призмасы скажем так, және оценки эффективности проекта жобаның через тиімділігін цепочку получения социального эффекта бағалау универсальна. Или есть шынымен исключения? де әмбебап па, шынымен де бәріне ортақ бір тәсіл бар ма? Сол тәсілді бәріміз қолдануымыз керек па деген сұрақ қойдым. Бұл жерде біз мыңдаған кейс қарастырдық, ресейлік, халықаралық, өзіміздің серіктестердің, басқа әріптестердің, және біз бір тұжырымға келдік. И чем больше мы Біз смотрим на те проекты, которые жобаларды не привели қараған көрген организации кезде к нужным изменениям, қандай тем больше, өзгерістердің разбирая орын подобные алғанын случаи, көреміз. мы убеждаемся, что Және если бы на егер де первом этапе, бірінші на моменте кезекте, обсуждения бірінші проблематики, решения, способы его воплощения, деңгейде каждая из сторон сол хорошо понимала, что есть жобаның каждый из этих терминов, и жасаушылары что он әр собой, термин нені непосредственно білдіретін представляет көрсеткіш в қандай проекте, болу керек то екенін бұл максимальное жоба количество аясында компаний было бы совершенно на другом уровне, қандай совершенно көрсеткіштер другие показатели эффективности. және тиімділік көрсеткіштері Один қандай из болу керегін проектов, түсінсе глубоко жақсы болар еді. уважаемого партнера Жобалардың «Такие бірі дела», российский бұл такие проект, дела деген жоба, медиапроект, медиа жоба. запустил с Гринписом Гринписпен бірлесе жасалған И пластик специально для кет вас вы деген можете увидеть жоба. QR-код, Арнайы что сіз же, үшін QR-код. смотреть в телефоны и какой-то параллельный Телефонға другой бірден контент, когда можно қарап, посмотреть осындай этот проект уже сейчас. Придите қазір послушайте, как осы наши онлайн-слушатели, сілтемені так и зрители в қолдана зале, отырып, и увидите осындай самостоятельно, как изящно, как жобаны лаконично, көре как аласыздар. профессионально, Қаншалықты как кәсіби качественно түрде жақсы подана жасалғанын информация. және Это тот ақпарат самый өте жақсы пример вин-вин ұсынылған. партнерства, Win-win медиа-партнера и некоммерческой организации, серіктестігі. Бұл когда жерде каждый со медиа-партнер, своей стороны выступил серіктес экспертом және в той области, в которой коммерциялық он емес, является ұйым. профессионалом. То есть Әркім некоммерческая өз тарапынан организация, поставщик экспертизы, поставщик знаний, поставщик өте жақсы всех тех статистических өзінің, данных, которые күшін так салған. любят журналисты, которые так любят медийщики. Журналистер жақсы И за счет көретін, медиа мамандар жақсы доступа к көретін широкой барлық аудитории көрсеткіштерді такие көре дела, аласыздар. за счет всех Такие тех дела деген знаний и того жобаның профессионализма, который аудиториясы аккумулирует в себе және команда медиапроектов, удалось медиа создать столь жобалардың лаконичный и столь ұжымы прекрасный осындай пример керемет коммуникации, которые сами по себе мысал уже несут бізге социальный ұсынып отыр. эффект. К медиа эффективнее обращаться для повышения узнаваемости и для танымдылықты управления жоғарылату отношением үшін аудитории. пайдалану И керек. часто к нам приходят представители некоммерческих организаций, бізге особенно молодых, и говорят о том, что вот мы сейчас мекемелер хотим келіп, біз запустить қазір на всю Москву медийную барлық кампанию, Мәскеуге развесить медиалық билборды и кампания призвать науқан аудиторию бастаймыз, к билборд пожертвованию. ілеміз, И, конечно же, қайырымдылыққа шақырамыз дейді. фандрайзинговые Және ожидания вполне фандрейзингтен логичны от любого күтетіні өте социального көп. проекта. Кез И, келген конечно әлеуметтік же, жобаны мы бір қаржы очень жинау детально үшін де разбираем жасайды. Біз каждый конкретный бриф. Но мы әр убеждены, брифті как специалисты талдаймыз, в области бірақ коммуникации, біз что ставить коммуникация мамандары фандрайзинговую цель мамандар для ретінде проекта, который жобаның обладает тек қана нулевым или фандрейзинг очень мақсаты на низком болмау керек. уровне Нөл деңгейінде знанием о немесе себе, о жоға бренде, төмен либо деңгейде жасай ала отношение алмайды. Егер аудитории де бренд имеет очень много барьеров, өзін очень много дұрыс стереотипов, танымаса, которые не дают егер дальше де аудитории продвинуться аудиторияның в стереотиптері болса области және поддержки, да, аудитория в области қолдайын десе де участия в проектах той или иной білімі НКО. аз, Это ақпараты обязательно аз. такие предшествующие шаги, Сондықтан на которых нужно осындай разбираться и алдын с ала которыми жасалатын нужно қадамдар взаимодействовать. қажет. Поэтому, Бұл когда к нам қадамдарды приходят некоммерческие қарастыру керек организации и және говорят о том, что алдын ала исключительно за дайындау счет керек. Мысалы, медийной кампании коммерциялық ұйымдар они келіп, хотят осы медиа науқан арқылы завоевать медиа внимание
аудитории и побудить Біз фандрайзинговые пожертвования, и при аудиторияны этом наш анализ баулағымыз показывает, келеді, что данное өзімізге НКО қаратқымыз еще келеді пока деген кезде. совсем молода Бірақ и малоузнаваема. біздің Мы всегда мекеме говорим өте откровенно, жас, честно бұны объясняем, ешкім что білмейді, медийные танымайды каналы, деген кезде біз создание проектов медиалық с канал, медиапартнером в медиа первую очередь серіктеспен жасайтын принесет жобалар вам гораздо большей сізге вероятностью эффект в области изменения отношения и повышения танымалдылық узнаваемости. әкеледі, И давайте сізді рассмотрим көбірек еще тани один бастайды деп пример айтамыз. Тағы да еще бір одного глубоко мысал. уважаемого мной фонда помощи слепоглухим. Социальное кино құлағы «Слепоглухой естімейтін супергерой», және на премьере көрмейтін которого мне адамдарға посчастливилось көмектесетін қор. быть осенью прошлого года. И давайте посмотрим видео. Кейіпкер супер батыр деп аталатын Когда слепоглухой за все в ответе. бейнебаян. Что, тоже стартапер? Ол да С стартапер чем ма? третьим? Слепоглухой. Жоқ, оның көзі көрмейді ғой, және естімейді. 500 000 просмотров интерактивной версии фильма. Миллион қаралым. Более 130 публикаций в тематических СМИ, включая кинопоиск.ру и вокруг.тв. Публикациялар вокруг. Звезда «Игры престолов» Юрий Колокольников. Юрий Колокольников. Прима перевода Дятлова Роман Евдокимов. Двое слепоглухих актеров Алена Капустян, Алексей Горелов. Сериал «СГ. Слепоглухой супергерой» – социальная драма и супергеройское кино – новый шаг в развитии инклюзивных фильмов. Сейчас очень популярны сериалы, особенно среди молодежи. И нам хотелось рассказать на доступном языке о том, что бывают такие слепоглухие люди, которые могут обладать вполне нетривиальными способностями. По сюжету слепоглухой Лука спасает человечество от нашествия технозомби. Агенты из будущего воздействуют на слуховые и зрительные органы людей и подчиняют землян своей воле. Но Лука видит и слышит с помощью гаджетов. Его невозможно перепрограммировать. А уж как слепоглухие владеют белой тростью, мы знаем не понаслышке. Нам было важно совместить удовольствие от просмотра кино с рассказом о слепоглухих людях и технологиях, которые улучшат их жизнь в будущем. Премьера состоялась 26 октября 2020 года в зале цифрового делового пространства. Селебрити, СМИ, слепоглухие люди – всем было интересно, какой у нас вышел фильм. А интереснее всего его интерактивная версия. На каждом этапе фильма зритель может сделать свой выбор, от которого зависит судьба героев и даже человечества. Каждое решение сопровождают карточки о том, какой бывает слепоглухота и как помогать слепоглухим людям. Когда вы в следующий раз увидите слепоглухого, спросите себя, кто он, просто слепоглухой или все же супергерой? Құлағы естімейтін және көзі көрмейтін адамды көрген кезде бұл кім? Шынымен де мүгедек па, ғарып па, немесе керемет батыр ма деген хотя нет, уже настоящее сұрақ за қойыңыз. подобными медийными решениями, за Осындай подобным медиалық креативным шешімдер, взглядом на осындай людей с креативті особенностями. Когда нет места жалости, нет места Оларды паразитированию тек на қана проблематике, а есть задача мүсіркеу создать емес, увлекательный тек контент, қана с помощью сол которого ты мәселенің, завоюешь то самое внимание аудитории. И жаман вот жағынан вспоминая қарастыру вопрос, ғана на емес, одном из первых осындай слайдов, жақсы про то, как часто жағынан мы қарастыру. задаемся вопрос, а какой бы сегодня вечером посмотреть кешке фильм. қандай фильм Подобные көрейін проекты, деген они таңдау становятся жасаған уже кезде осындай конкурентоспособным жобалар контентом. бәсекеге И қабілетті особенную контентке айналып фишку жатыр. данного проекта я хочу Осы подчеркнуть за счет жобаның того, каким способом фонд ерекшелігі совместно с партнерами посмотрел на создание фильма. Это первое в бұл России фильмді жасаған кезде бұл интерактивное Ресейдегі бірінші кино о интерактивті слепоглухих, да, кино. в принципе, первое кино о слепоглухих российское, Ресейлік которое көзі көрмейтін рассказывает және құлағы через естімейтін фантазийную, да, адамдар через туралы такую бірінші кино. очень Осындай фэнтези увлекательную немесе сюжетную шытырман линию главного героя. сюжеттік И линия арқылы когда мы берілетін спрашиваем біз у некоммерческой организации о том, о каких эффектах коммерциялық вы емес достигли, каким ұйымнан образом
вы анализируете для себя эффективность подобного проекта, мы видим, что есть и, конечно же, упоминания в СМИ, и более 90% СМИ, которые написали о данном инфоповоде, вообще не специализируются на социальной тематике, а это означает, что таким образом удается расширить аудиторию, расширить аудиторию, на которую повышается узнаваемость фонда. Это, конечно же, и наличие таких эффектов, как сами просмотры, то бишь само внимание людей, которые выбрали этот фильм для просмотра. Это и фандрайзинговый эффект, да, то есть какая-то часть аудитории, которая с большей вероятностью гораздо больше знает об этой проблематике, она за счет погружения в такой подробный контент смогла уже прийти на высший уровень, да, проявления своего соучастия в проблематике, то есть голосует рублем. И один из способов познакомиться с этим проектом, который я вам предлагаю, это опять же ссылка, вы можете пройти на интерактивную версию этого кино и увидеть, каким изящным способом создатели проекта несут образовательную функцию, как они рассказывают нам про слепоглухоту и те подсказки, которые выскакивают на протяжении пути нашего героя, они не только нас не отвлекают от кино, они нас не напрягают, они очень аккуратно интегрированы в главную идею фильма. Конечно же, подобные проекты Әрине бұндай жобаларды көрсеткіміз келеді, айтқымыз келеді. Осындай жобаның көп болғанын қалаймыз. Мүмкін қазір тыңдарманның көбісі бұл өте қымбат, бұл қолымыздан келмейді, немесе бізге тым ерте деп ойлауы мүмкін. В какой-то степени я с вами согласна. Да? Бір жағынан сізбен келісемін. Әрине, медиалық өнім, үлкен кино, бұл көп үлкен қаржыны, бюджетті қажет етеді. Бірақ мақсатымыз жоғары болса, осы кейс кезінде мысалы көзі көрмеу және құлағы естімеу және фондты таныту басты мақсат болған, басты тапсырма болған аудитория ол нюансты түсінген кезде ол мәселені танып түсінген кезде волонтерлардың саны немесе қаржы бөлетін донаторлар саны да өседі. Сондықтан өзіңізді шектемеңіз. Бұл қымбат деген ойда болмаңыз. Грант пайдалану мүмкіндігі бар, әртүрлі серіктестермен бірлесе жасауға болады. Мүмкін басқа серіктестер, басқа тараптар эксперимент ретінде немесе шығармашылық идея ретінде бұны қызықтайтын шығар. Егер сіздің мәселеңізді кино тиімді түрде ресурсов, да, шешім тапса, және оған ресурсыңыз болса, сіздің осындай жоба жасауға толықтай мүмкіндігіңіз бар. Кстати, о партнерах. Енді серіктестер туралы айтатын болсақ, біз үлкен компаниялар, тиімді компаниялар туралы сөз қозғаған кезде, әрине, бұны қалай істеуге болады, қолымыздан келемі, біз бүкіл команданы қаржыландыра алмаймыз ғой. Біздің мекемеміздің ішінде барлық мамандар жоқ қой, немесе қажетті білімді мамандар болмау мүмкін деген ой келген кезде басқа тараптарды тартуды да қарастырыңыз. Менің практикамда әлеуметтік және экологиялық жобаларды жасау кезінде түйгенім, мен вин-вин деген құрал маған ұнайды, екі жаққа да пайдалы деген. Бұл шынымен де сұраныс қандай, қажеттілік қандай, серіктестердің және сол қажеттіліктер бойынша мақсатты байланыстырып, қажетті балансты табу. Және ол баланстан екі тарапта өзіне пайда алады. Серіктестік кезінде бұл жобаны жасаудың себебі не? Қандай нәтиже күтесіз? Неліктен жасағыңыз келеді деп анықтап алу арқылы сіздер
скорректируете свою задачу. Өзіңіздің И мақсатыңызды, очень өзіңіздің много на тапсырмаңызды рынке да примеров, тіпті когда өзгерте мы аласыз. видим, как Нарықта некоммерческие организации, социальные көретін предприниматели так яро мысалдар говорят о көп. себе. Кейбір Приходят кезде уже с готовым әлеуметтік решением, кәсіпкерлер специалистам, которые вообще-то бір дайын специализируются на шешіммен мамандарға разработке келеді. коммуникационных решений. Говорят, мы Коммуникациялық хотим, шешім. чтобы это Біз было вот такое кино, осындай вот такой осындай сюжет, кино, вот осындай такие сюжет герои. Вы қалаймыз, все придумали, осындай вы просто кейіпкерлер сделайте. қалаймыз дейді. И Сіздер тратят тек жасап годы на беріңіздер. то, что ищут партнеров таких, которые готовы реализовать Содан подобные кейін проекты. көптеген Или жылдар сол разочаровываются от жобаны результата, если бірлесіп идут істейтін в серіктестерді коллаборации, табуға, просто іздеуге воплощается жұмсалады, ваша идея. немесе Гораздо уақыт правильнее өтіп и кетеді. эффективнее Сондықтан приходить с ең конкретно дұрысы және сформулированной ең задачей к тиімдісі партнеру бір и говорить, да, тапсырмамен, это наша мақсатпен цель. Таким келу образом мы хотим, серіктеске. и мы Мынау біздің прогнозируем мақсат. ее, оценивали. Біз А к вам, как осыны экспертам, мы күтудеміз. пришли за Сізге помощью в поиске сарапшы решения и ретінде воплощении. бұны Поэтому толықтыру үшін, выбирайте өзгерту сами, үшін смотря на және этот жүзеге слайд, на какой асыру үшін позиции келіп отырмыз деп хотите ашық быть айту вы. керек. Но я Осы уверена, слайдқа как қарап, теоретик, как сіз практик, что қай когда мы жақта, интересуемся, қай когда мы тарапта болғыңыз интересуемся келетініңізді реальными шешіңіздер. ситуациями, задачами Біз наших партнеров, и только потом говорим о своей, серіктестердің поиск этого мақсаты не баланса и екенін поиск, анық түсініп, стратегии содан визит кейін сол гораздо, мақсатқа быстрее қарай өз протекает. мақсатымызды Давайте бейімдеген посмотрим кезде еще один кейс. нәтижесі жақсы болады. Тағы бір кейс This is қарастырайық. Burlai Delakezé. On May 28, 2018, she was abducted in Bishkek, the Kyrgyz capital, by Mars мамыр Bedoshev and later 2018 жылы stabbed to Бішкек death by her қаласында captor. бұл This happened қызды in Kyrgyzstan, ұрлап where алып young кеткен, women still risk being өлтірген, kidnapped кейін and then forcibly married. Қырғызстанда This is called қыз алып alagachu, қашу a әлде tradition, де they бар, say, қыз but in алып fact a қашып crime. In үйленіп алу 2018, 15,000 brides were кейбіреулері kidnapped біздің in өзіміздің Kyrgyzstan, салтымыз but деді only 28 cases 2018 made it to жылға the дейін court. 15 Police officers, often out of respect for қыздарды venerable алып tradition, қашқан. refused to file victims' reports. Көбінесе And in general, the полиция subject is taboo. қызметкерлері During бұл өзіміздің Bedoshev trial, салтымыз, Club, әдетіміз, an online ойын news деп оны portal, тіпті decided to break тіркемейді. the silence and started the Kashigo campaign. The Kashigo is a white деген curtain that the онлайн kidnapper's портал family hang in his house. келесі According to tradition, for the bride, зерттеу passing under the жұмысын Kashigo means giving her consent to жүргізген. marriage. If she resists, she will Егер often be raped. We collected the қыз rejected reports of the ұрланған қыз Alagachu кетіп victims қалатын болса, and printed them on көбінесе Kashigos. оны зорлап, ұрып, соғып қалдырған екен. Менің атым Халима, мені ұрды, машинаға салылды, ұрлап кетті, зорлады. Содан кейін 3 күннен кейін These некемізді white қиды. sheets, hundreds of them, appeared in the Kyrgyz capital Bishkek, Ақ in the exact spots where жаймалар the abductions took Бішкекте place. пайда болды. The online videos portray online Alagachu video victims hidden behind the Kashigos, reading their қыздардың rejected reports бетін aloud. көрсетпейді, The бетін campaign жауып was a алып, shock осындай as ақ indignant comments жаймамен multiplied in қыздар social қалай networks, the media in ұрланғанын, Kyrgyzstan, олдан and in other бақытсыз countries болғандарын, joined the conversation. зорланғандарын, It all ұрып gave rise to an соққандарын айтқан unprecedented кезде, wave of protest көбісі ойын that ultimately өзгертті. forced the Шынымен Kyrgyz prime minister to demand drastic Қырғыз measures against bride kidnapping. премьер-министрі қызды алып қашу болмасын, қызды алып қашу болмасын деген шешім қабылдаған. За которую должна Осындай уйти невеста, которая говорит, дает согласие своему избраннику о том, что да, она готова алып выйти қашқан замуж. адамға Сама шынымен де по себе келісімді простынь. беремін деген. Осы Это ақ есть жайма медианоситель, да, на бұл котором да девушки рассказали медиа свои личные истории ретінде насилия. қолданады. Та проблема, которая Өздерінің до сих пор мәселесін в 21 веке қыздар существует айтып жатыр. в Кыргызстане. 21 ғасырда Қырғызстанда әлде де қызды алып қашу. Бұл тек қана бір әдемі салт емес. Кейбір кезде келісіп, осылай қашайық, үйленейік деген, бірақ өкінішке орай көптеген тапталған тағдырлар бар. Өте көп зорланған қыздар бар. Милиция оны тіркегісі келмейді. Тіпті сотта да қарастырылмайды. Сотта қарастырылатын істердің саны
өте төмен. медийная Сондықтан площадка клоп совместно деген с медиалық агентством алаң Neobernet разработала решение, за счет осындай бір которого шешім очень жоба тонко, жасау создав арқылы через кошелек кошелек способ коммуникации, коммуникация на столь арқылы щепетильную, на столь запретную, өте бір табуированную тему, табу, которую өте бір айтылмайтын, очень неоднозначно талқыланбайтын местное сообщество тақырыпты воспринимает. И даже есть алды. куча исследований, показывающих о том, как к этому көптеген зерттеу относятся жұмыстары мужчины, қоғамның например. қарым-қатынасы қандай екенін, этот проект ер я кісілердің показала вам қарым-қатынасы для қалай того, екенін чтобы обратить ваше көрсетеді. внимание на то, что Бұл иногда мы жобаны в поисках көрсетіп отырғаным кейбір кезде медиарешений біз забываем о медиа том, что шешімді самим іздеуде медиаресурстың өзі бір символды элементті пайдалануға болады. И проблеманы в данном случае вот көрсету эта үшін прекрасная осындай коллаборация агентства керемет и, коллаборация агенттік пен СМИ состоялась в бақтың такой красивой, керемет коллаборациясы такой осындай громкой и әдемі важной истории. В профиле своей деятельности я занимаюсь не түрде только орын алды. разработкой, реализацией социальных, Мен экологических тек қана проектов, но и әлеуметтік және еще очень экологиялық активное жобаларды участие ғана принимаю в общении жүзеге асырмаймын, всевозможных сондай-ақ международных әділ қазылар ретінде әртүрлі маркетингтік фестивальдарға, мне удается премияларға смотреть на қатысамын. различные решения, которые Әртүрлі продвигают на шешімдерді международном рынке различные көремін, организации. Когда саралаймын, я вижу, халықаралық как ойыншылардың өнімдерін көремін. высока вероятность за счет креативного решения, за счет және нестандартного подхода, креативті, за счет стандартты емес очень тәсілді пайдалану арқылы простого, но өте наглядного қарапайым способа обратить және внимание общества через такие түсінікті нетривиальные решения. әдіс арқылы қоғамның назарын аударатын жобаларды, науқандарды жақсы көремін, ұнатамын және басқаларға да таратуға, көрсетуге тырысамын. Өйткені бұны көргендер қолдансын. Мысалы слайдта өте баналды, бір қайта-қайта айтылып жүрген, естіліп жүрген сөз тіркес. Бірақ әлеуметтік жобаларда бұл бір бірегейлікті, ерекшелікті қудалау болмау керек. Маған дейін жасамаған, бұған дейін естілмеген болсын деген міндет емес. Кейбір кезде может быть на поверхности и, возможно, даже не оригинально, возможно, в какой-то стране или какой-то другой организации оно было использовано, немесе басқа мекемеде қолданған болар. Оны қайта алып, өңдеп, көшіріп, қайталауға да болады. Мен қашан да осындай жобаны жасайтындарға, мамандарға жүгініңіздер, тәжірибелі мамандарға жүгініңіздер деп айтамын. Опытным профессионалам, қана тәжірибелі мамандарға, олардың тәжірибесі бар, коммерциялық емес ұйымдармен жұмыс істеу тәжірибесі бар. Өйткені алда тұрған мақсат, бұл жобалардың алдында тұрған мақсат, бұл өмірді өзгерту, тағдырды өзгерту, қоғам жүйесін, тәртібін өзгерту, экологиялық жағдайды өзгерту, және бұл жерде қателіктің құны тек қана серіктестердің тәуекелдері емес, болжамды тәуекелдері емес, немесе қоғамның бір тонды немесе шешімді қабылдау емес. Бұл жерде қатенің бағасы және құны әр рубль, әр доллар немесе басқа бір валютадағы әр бір теңге потрачен впустую, или что еще хуже, привести к негативным последствиям, токсичности. Теріс бір әсер алып келуі мүмкін. Сондықтан серіктестердің тәжірибесін зерттеңіздер, талдаңыздар, серіктестерді іздеуге уақыт бөліңіздер. Осындай жобаны жасаған, осындай жобадан білімі бар серіктестерді таңдаңыздар. Главное, какое место он займет в твоей жизни. С новым другом. СТС Лав. Какое-то время назад очень массово некоммерческие организации в России, создав один ролик,
ресейлік мекемелер бір роликті жасап алып, мысалы, YouTube-ға салатын. Басқа каналдарда, басқа арналарда осыны қойыңызшы деп сұраған кезде, оларға арналар бұл контент бізге сай келмейді, хронометражы бойынша, визуалды суреті бойынша бізге сай келмейді, біздің арнамызға хабары да сай келмейді, біздің арнамыздың аудиториясына сай келмейді. Юна деген орталықтың бейнебаянын көрсеттім. Бұл СТС арнасымен бірге жасалған жануарларды қорғау бойынша бейнебаян жоба. Центра Юна позволяет Юна орталығының жануарлары қатысқан. Юна орталығы туралы СТС каналын көретін көрермендер көбірек білетін бөледі, естиді. Егер сіз өз жобаңызбен, өз бейнебаяныңызбен бір арналарға барсаңыз және бұны алмаймыз деген жауап естісеңіз, мен сізге берер ақылым неліктен екенін түсініңіз. Неге сіздің бейнебаяныңызды алмай жатыр, неге бұл контент оларға сай келмейді? Сол кезде сол сұрақ қою арқылы өте қысқа да бір аз ресурстарды пайдалану арқылы тіпті кейбір кезде тегін видео контент жасауға болатынын көре аласыздар. Бұл жерде ең бастысы бірден анықтау. Бірақ осы шу болған кезде, осы бастама орын алған кезде көбінесе өзінің жобасы туралы ақпаратты тарататын. Мысалы, бүгін халықаралық күн, бұл халықаралық күн туралы неге жазбайды? Сіздің ақпараттық жайтыңыз оригиналды емес шығар, немесе өзекті емес шығар, немесе хабары ойы салатын ойы өзекті емес шығар. Сондықтан осындай ақпараттық жайт жасаған кезде және сол ақпарат жайтты бір мезгілде, бір күнге шығарғыңыз келсе, смотрите таким отстраненным взглядом, смотрите на общую информационную повестку на рынке и ответьте себе на вопрос, түрде, тәуелсіз түрде қарап, кеңістікке, интернет кеңістікке қарап, басқа кеңістікке қарап, сіздің жобаңыз шынымен бірегей ме? Ол басқа жобалардан, басқа қазірдің өзінде бар бәсекелестердің, немесе басқа серіктестердің өнімінен, қызметінен айырмашылығы бар ма деп қараңыздар. Халықаралық аренада көбінесе көптеген кейстер бар. Коммерциялық емес ұйымдар бір тақырыпты, бір жағдайды алып, оны жан-жағынан қарастырады. Өйткені олар бір-біріне бәсекелес емес, қоғамға әртүрлі түрде сол мәселені ұсынып отырған серіктестер екенін түсінеді. Здесь всем на тебя плевать. Сені бұл жерде ешкім қажет етпейді. На улице у тебя нет ничего. Көшеде ештеңең жоқ, атың да жоқ. Улица может растоптать тебя на. Көшеде сені таптап кетеді. А потом она отнимает даже надежду. Ал содан кейін тіпті үмітіңді де алып кетеді. С улицы трудно выбраться. Но можно помочь сделать первый шаг тем, кто на ней оказался. Бірақ о жерде көшеде қалған адамдарға көмектесе аласың. Үй жоқ адамдарға көмектесе аласың. Көшеде кезетін адамдарға көмектесу үшін мына сайтқа кіріңіздер. Homeless.ru сайтына. Очень неоднозначное отношение общества к
қоғам бездомным людям, үйі ну, жоқ, как бы сам виноват, көше да, кезетін сам адамдарға жизни, қандай көзқараспен пошел и қарады, так далее, өзі и тому кінәлі, подобное. И организация, өзі осы өмірді таңдады на деген помощи пікірде бездомным людям болады. очень хорошо знают все те Және барьеры, все те причины көше недоверия, кезетін, үйі жоқ адамдармен некорректного жұмыс істейтін отношения к мекеме этой проблематике. бұл И, туралы данное біледі, креативное бұл решение, туралы которое вы хабардар. видели Және в осы ролике, креативті чем мне нравится, шешім это маған очень, ұнаған себебі, өйткені бесшовная, очень такая, өте тонкая, бір-бірімен очень, жақсы сабақтасып жатыр. грамотная, коммуникация, как за Жа- счет доверия, жақсы которым коммуникация. обладает, аудитория по отношению к тому или иному Аудитория. медийному лицу, пытается ночлежка, да, питерская Мысалы, организация помощи ночлежка бездомным деген людям, Питердің донести мекемесі главную мысль осы про, ойды людей, жақсы жеткізіп бездомных, отыр. о Үйі том, жоқ что көше кезетін обратите, адамдар да, туралы внимание на этом месте, ну, по сути, қараңыздар, да, если бұл так жерде пафосно кез келген сказать, адам может болуы оказаться мүмкін. каждый, никто даже не Кез келген знает. адам көшеде И доверие, қалуы мүмкін изменение деген ой отношения к салады. людям через медийных лиц, Және через такую, медиалық метафору, через адамдар вот арқылы, листовки, медиалық да, которые тұлғалар хорошо арқылы, знают, что метафора такое арқылы, осы быть затоптанным листовкалар грязью, арқылы замеченными, мимо которых проходят. батпаққа Вот эта метафора, тапталуды дождливая погода, көрсетіп, жаңағы дает нам жаңбырлы возможность күнді увидеть, көрсетіп, что авторы хотели сказать авторлардың за этим, ойын художественным приемом, за осы этим носителем. И работая с тәсіл арқылы медийными қандай лицами или ставя цель перед собой мәселені работать с көтеріп медийными отырғанын лицами, жақсы көрсетеді. вы всегда должны Және анализировать сіздер и отношение осы аудитории к тому или иному аудиторияның персонажу. қарым-қатынасын Не да всегда талдауыңыз в керек. погоне за медийным лицом, Медиалық которое, тұлғаны қатыстыру, поддерживает ваш проект, сіздің может жобаңызға быть, бір вести танымал позитивный, адамды қатыстыру қашан да жағымды емес. Бұл жерде өте байыпты болу керек. историю личного бренда, Жеке брендті түсіну керек. Қандай шиеленістер болды бұл кейіпкердің, және мамандырылған агенттіктердің көмегі керек. Бұл жобаларды тек қана іске асыру үшін ғана емес, бірақ коммуникация жасау үшін. Сотрудничество медийное извините, в принципе, агентство в целом, информационное агентство. Как привлечь ту самую команду профессионалов, которые специализируются на мамандарды қалай тартамыз, коммуникации. Если вы коммуникация слушали всю туралы мою жақсы лекцию, у білімі вас бар могут уже адамдарды. появляться Менің догадки, да, лекциямды, каким инструментом я дәрісімді предлагаю тыңдасаңыздар, пользоваться мүмкін и қазір каким образом я жауап предлагаю өзіңізге выстраивать алған диалог. боларсыздар. Инструмент win-win, это инструмент Бұл выяснения екі жаққа да, интересов екі тарапқа да партнера, пайдалы құрал. На рынке как бывает? Либо мы видим партнера опытного, профессионального, который уже себя хорошо зарекомендовал, и мы мечтаем с ним работать, мы хотим, чтобы он выбрал нас. Либо мы уже обладаем своей идеей, нам просто нужны руки профессионала, в руках кого наша идея біз жай ғана бізге серіктес керек деп мықты серіктес іздейміз, бірақ басқа да мүмкіндіктер бар. Есть различные виды партнерства по продвижению, формат пробоны, интеллектуальное волонтерство, то есть безвозмездного сотрудничества с некоммерческими организациями. Есть просто коммерческое сотрудничество, когда у вас есть грантовые средства, личные ресурсы на реализацию того или иного проекта. Есть комбинированное, когда часть средств у вас имеется, а часть средств вы планируете привлечь. Бір бөлігі бар, немесе екінші бөлігін жоспарлаудасыз, сондай жағдайда агенттікті, партнерларды тарту. Сол үшін сіздерге осындай бір тізім дайындадым. Агенттіктің мүддесі қандай? Агенттіктің не қызықтырады, агенттіктің қандай мүддесі бар деген тізімді дайындадым, бірақ бұл жерде ескертетінім, бұл жерде мен агенттіктің ерекше агенттікті айтып тұрған жоқпын. Собственно, агентство Redmi, Redmi, мысалы, агенттігі ресейлік нарықта мен өзім оны құрған болатым. Бірақ агенттік бұл коммерциялық бюджет беретін серіктес емес, кейбір кезде агенттік әрине
спонсором проекта. демеушісі бола алады жобаның, ондай да жағдайлар болады. Бірақ одан анағұрлым тиімді моделі және таралған модель бұл креативті шешім бизнес мақсатқа коммерциялық компаниялардың сұранысына сай болса. Мысалы, коммерциялық компанияның әлеуметтік жауапкершілігін пайдалану арқылы коммерциялық брендтерді жобаларға тарту тағы бірнеше мысал қарастырайық. Рассказать о самом важном человеке. Ең маңызды адам туралы. Күлген кезде әдемі болады. Космос. Космосқа баруға болады. Бірге жүруге болады. Бұл ой жағынан ақаулықтары бар, ақыл ой жағынан ақаулықтары бар адамдар туралы жоба. Лейсті сатып алған кезде әр пачкасынан қаржы бөлінеді. Тағы бір бейне көрейік. Қазақстанда, мүмкін сіз оны танитын шығарсыз. Улыбнитесь, ведь мир так прекрасен. Күлімдеңіз, өйткені әлем әдемі. Енді музыка, мынау толқындарды елестеттіңіз ба? Бірақ кейбіреулер бұны елестете алмайды. 430 миллион адамның құлағы естімейді. Қазақстанда бұлар Қазақстанда да бар. Менің атым Никита, менің атым Имкар. Менің атым Рүстем. Какой звук ты мечтаешь услышать больше всего? Қандай дыбысты естігім келеді? Мен кинотеатрға барғым келеді. Және сол дыбысты естігім келеді. Я мечтаю услышать музыку. Мен музыканы естігім келеді. Я мечтаю услышать шум воды и пение Мен птиц. судың және құстардың үнін естігім келеді. Бірлесе біз олардың арманын орындай аламыз. Әр 5 теңге Қазақстанның қызыл крестіне жіберіледі есту аппараттарын сатып алуға. Осы екі бейне коллаборация қалай жасалғанын көрсетеді. Бизнес және коммерциялық ұйым Пепсика командасы Лейс бренді арқылы осындай өте маңызды тақырыптарды көтеріп отыр. Және өте бір әдепті түрде көтеріп отыр. Өйткені бұл өнімдер жастарға арналған, Лейс жастарға арналған және біз бұл бейнелерден басқа бұл коммуникациядан басқа серіктес бизнес пен коммерциялық емес ұйымның арасында серіктестік орын алып, осындай коммуникация арқасында қаржы жиналатынын көрсек, бұл екі серіктестер тек қана коммуникация арқылы емес, басқа да жоба жасау мүмкіндігі бар екенін көреміз. Лейс бюджеті, Лейс әлеуметтік жауапкершілік жобаларына белгілі бір қаржы бөледі. Сол қаржыны тиімді пайдалану мүмкіндігі бар басқа жобалар арасында да. Әлеуметтік маркетинг дегеніміз әлеуметтік бағытталған маркетинг немесе кросс-маркетинг. Біз коллаборацияны көреміз. Бизнес пен коммерциялық емес ұйымдар арасында. Коммерциялық бренд өзін көрсетеді. Және қаржылық көмек көрсетеді. Тек қана медиалық компанияны өтемейді. Интеграцияланған коммуникацияның
шығындарын өтейді және пайданың кірістің белгілі бір бөлігін қайырымдылық ретінде жұмсайды. Бизнеспен жұмыс істегіңіз келсе және осы екі тарапқа да пайдалы құралды пайдаланғыңыз келсе, қандай мүддесі бар, қандай мотивациясы бар, неге сізбен жұмыс істегісі келеді деген сұрақтар қою арқылы жылдар бойы өзін тиімді қылып дәлелдеген осындай әдістерді пайдалана аласыздар. Мүмкін бір анықтап алу үшін сұрақтар дайындап қойғаныңыз дұрыс болар. Бизнеске неге дәл сізбен әрекеттесу қызық? Сіз тек қана қолын созып тіленіп жүрген тарап емессіз. Сізде де өзіңіздің жақсы ресурсыңыз және бірегейлігіңіз бар. Сол бірегейлігіңізді пайдаланып коммерциялық брендтерге пайда келтіре аласыз. Бұл дегеніміз не? Бұл қандай көмек түрі? Коммерциялық емес ұйымдар бизнеспен жұмыс істеген кезде неге қол жеткізе алады? Екі тізім қандай бір-біріне пайда келтіреді. Ол пайда түрлерін бір-бірімен қосып пайдалануға болады. Әртүрлі деңгейде, әртүрлі бір-бірімен қосып, осы таныстырылымды мен өзімнің және өзімнің әріптестерімнің тәжірибесіне сүйене отырып жасадым. Зерттеу кезінде, дайындау кезде келесі тізімді дайындадық. Сөзімнің аяғында және басты қорытындыларды айтсам, біз басында тізбекті қарастырдық қой. Мақсатты, ол мақсаттың қалай өлшенетінін жобаның басында анықтап алған дұрысы. Өзіңіздің жобаңызды медиа кеңістік арқылы дамытқан кезде санмен өлшену керек. Қалай өлшейсіз? Өзгеріс орын алған мақсатқа қол жеткізгеніңізді қалай өлшейсіздер? Және бұл жерде тағы да бір кең таралған проблема демеймін, бірақ бір қиындық барьері неге көбісі осы сан тұрғысынан қарастырмайды. Бұл ұзақ деп айтады. Мамандар аз, тіпті халықаралық деңгейде де тиімділікті бағалайтын адамдарды, мамандарды тарту үшін қосымша ресурстар, қосымша қаржы керек. 3 жыл бұрын мен сізбен келісер едім. Бұл шынымен де қымбат және маман аз деп айтады. Әсіресе жас мекемелер туралы айтады. Бірақ қазір ашық интернет кеңістікте әртүрлі тілде, ағылшын тілінде, міндетті түрде ақпарат бар. Қалай өлшенеді? Мысалы, сізге көрсеткен бейне махаббат синдромы деген даун синдромы бар адамдар туралы. Бұл деректі фильм. Әріптестер бірінші сауалнама жүргізген, студенттер арасында өлшем жасаған, студенттермен өзара әрекеттесу болған, жоғары оқу орындарды пайдалану үшін. Және сол аудитория, сол университет студенттері киноны көріп болғаннан кейін олардың қарым-қатынасы қалай өзгергенін көрген, анықтаған. Әрине, арнайы зерттеу агенттіктері істеу керек бұндай жұмысты, бірақ ондай мүмкіндігіңіз болмаса,
тақырыбыңызды, мәселеңізді анықтап түсініп, тегін құралдарды пайдалану арқылы сандық тұрғыдан, сапалық тұрғыдан мақсатқа қол жеткізгеніңізді өлшеуді, о баста жобаны бастамастан бұрын шешіп алу. Және басты сұрақ осы таныстырылымнан кейін тіпті қазір сұрақ қоймасаңыз да мүмкін сізді толғандыратын шығар. Өйткені осы сұрақ маған жиі қойылады. Ольга, осы барлық жобалар, сіз көрсеткен брендтер, жобалар, бұлар бәрі үлкен құрылымдар, үлкен қаржылары бар, мамандары бар, кәсіби мамандары бар. Ал біздің бұл бірінші тәжірибеміз болса, бұны қалай істейміз? Жаңа бірінші жобамызды қалай бастаймыз, оны қалай талдаймыз деген сұраққа менің жауабым, бұл менің өзім пайдаланатын кесте, брифті алып келген клиентті мен осылай талдаймын, немесе интеллектуалды волонтер ретінде әлеуметтік кәсіпкерді немесе коммерциялық емес ұйымды тыңдаған кезде келесі анализ жасаймын, келесі талдау жасаймын. Быстро или медленно, и что такое вообще быстро и медленно, жоба тез жоба ма немесе баяу жоба ма, баяу дегенне, тез дегенне қандай шектеу бар, уақыты бойынша, мерзімі бойынша, дәл қазір бастауымыз керек па, немесе біраз кештеу бастауға бола ма, басқа тиімді уақытта бастауға бола ма деген осы үш түрлі көрсеткіштер маған коллаборация неге болмаған, немесе неге тиімсіз болған, немесе тиімді болса да дұрыс бағытта болғанын өлшеуге көмектеседі. Осы сызба стратегиялық коммуникация, тактикалық коммуникация. Пускай она будет у вас перед глазами, сохранитесь көз алдыңызда болсын. Я очень надеюсь, что вы выберете для себя комфортный для вас темп развития. Но всегда ваше развитие вы должны анализировать через показатели эффективности. Тиімділік көрсеткіштері қажет. Мы в принципе делаем. Біз жасасақ, демек, жұмысымыз жақсы, демек, әрекетіміз дұрыс деген ойда болмай, біз бұл әрекетті, біз бұл жобаны не үшін істеп жатырмыз, бұның дұрыс-бұрыс болғанын қалай өлшейміз дегенді ау бастан ашып алғандарыңыз дұрыс. Я выражаю благодарность специалистам, келесі мамандарға алғысымды білдіремін. Бұл мамандарды пікірі, қолданатын тәсілдері маған бүгінгі баяндама жасауға көп демеу болды. Мария Залунина, Александра Бабкина, әрине Людмила Занхоева, моя бывшая коллега, Людмила Занхоевна, менің бұрынғы әріптесім, және Наталья Соколова. Құрметті әріптестер, сіздерге де алғыс білдіремін. Бүгінгі шараны, менің баяндамамды тыңдағандарыңыз үшін, құрметті қатысушылар, тыңдармандар, сіздерге алғыс. Онлайн болған қатысушыларға да алғыс білдіремін. Мен кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Мен шақырғандарыңызға рахмет, және біздің әлеміміз тиімді, өлшемелі, ұзақ мерзімді коллаборация мен серіктестер болсын, және көп бенчмаркинг жобалары болсын. Оларды біз осындай шараларда мақтан етіп көрсететіндей болайық. Рахмет.